Мен таудамын. Менің қолымдағы душица тысячелистник деген шөптер. Таудамын. Бұл шөптерді теру себебім шай қылып ішемін. Мен негізі мынандай обычный шайды баяғыда уже қойғам ішуді. Арасында ішемін, қонаққа бірдеңеге барғанда амал жоқ болғандықтан, бірақ үйде бізде строго осылай шай ішеміз, шөптің шайын. Айтайын ба себебі неге? Өйткені мына организм бар ғой, біз кредит алған сияқты, мынау да бізге аманат уақытша берілген нәрсе да, сондықтан бұған да бір қиянат жасамай қарау керек. Және қыс бойы оны үгітіп, кәдімгі блендерден өткізсеңіз, кәдімгі шай болады. Мысалы, бүгін мен сағат 3-те тұрдым, сол намаз уақытында, одан кейін мен ұйықтаған жоқпын. Медитацияңыз бар, өзіңіздің оқитын кітаптарыңыз бар, далаға шығып, таңғы шық бар ғой, соны кәдімгі жалаң аяғыңызбенен раса дейміз ғой, утренний раса, таңғы шықты басып жүрсеңіз, ана жер ана өзі-ақ сіздің негативіңізді алып, ауырған жеріңізді емдеп тастайды. Бізде парадокс қызық деймін да, жалаң аяқ жүрсе, ойбай, суық тиеді ки, ойбай, аяғыңызбенен раса дейміз ғой, утренний раса, таңғы шықты басып жүрсеңіз, ана жер ана өзі-ақ сіздің негативіңізді алып, ауырған жеріңізді емдеп тастайды. Бізде парадокс қызық деймін да, жалаң аяқ жүрсе, ойбай, суық тиеді ки, ойбай, үйтіп жүрме, бүйтіп жүрме дейді. Ана жер ана өзі емдеп алады. Жаратқан Алла қайда деген маған сұрақ қойды медреседе бір білім алып жүргенде. Мен жауап бере алмадым. Сөйтсем, сол кезде ұстаз айтты, жаратқан Алла ол тауда, таста, суда, көкте, ағашта деп. Яғни мына табиғат жаратылыс бұл Алланың бір жаратқан құдіреті, иә. Яғни біз кішкене бір плохо болса, бір настроениеміз болмаса, бір депрессия болса, тауға, суға, речканың жағасына жүретініміз оказывается сол екен. Сондықтан адам мен табиғат ол бір ұғым негізі. Баяғы ата-бабаларымыз естеріңізде болса, осы оқымай-ақ бәрін білген. Өйткені олар табиғатпен бір организм болған. Табиғаттың тілін білген. Ал біз табиғаттан алыспыз. Достар, мен атақты бұқтырманың жағасында тұрмын. Қазір рахаттанып бетімді сумен жуып алдым. Себебі табиғатқа келгенде амандасу, одан қуат алу, энергия алу керек біз. Енді мен бұл бұқтырманы қалай танимын? Жалпы шығыс, Қатонқарағай, бұл жақта Маралдың барын, сұп-сұлу орман барын, Кержақ деген халықтың тұратынын қайдан білдім? Мен Оралхан Бөкеевтің бүкіл шығармалары арқылы мен осы шығысқа ғашық болғам. Енді сіздерге айтайын, Оралхан Бөкеевтің Кербұғы деген ғана бір шығармасын оқыңыздаршы. Негізі әр әңгімесі, әр шығармасы бір төбе, Кербұғысы бір төбе. Ол жерде кішігірім мазмұнын айтайын, сіздерге қызық болсын. Кішкентай марал еркіндікте орманда жүрген адамдардың жаңағы қолына түседі. Ал енді адамдар марал хозяйствосы болып тұр ғой, шаруашылығы, сол қоршауға кіргізеді. Вроде бұл орман ашық, бірақ ағашпен, зон ағашпен қоршаулы, марал секіріп кете алмайтындай, иә. Содан ана кішкентай марал тұзаққа түскен. Өмір бойы ана қоршаудан секіріп түсіп, еркіндікке шығуды аңсайды. Ылғи да бір попытка жасайды соған. Кішкентай ғой, шыға алмайды, секіре алмайды, сөйтіп жүреді. Сол шығуды аңсайды. Ылғи да бір попытка жасайды соған. Кішкентай ғой, шыға алмайды, секіре алмайды, сөйтіп жүреді. Сол арада ол өсе береді, ол марал. Әр сезон сайын адамдар оның мүйіз өседі, мүйізін арамен кеседі. Ана мүйіз тамыр ғой, иә. Тамырынан қан шапшиды, ауырады. Оның барлығы жаңағы Оралхан Бөкеев бұғы болып, бұғының көзі ой арқылы береді ғой, кереметтігі сонда. Содан не керек? Сол кездегі ана адамдардың қаншерлігін, адамдардың тойымсыздығын барлығын әдемі суреттейді. Сөйтіп ана марал былай айтқанда Кербұғыға айналады ғой. Уақыт өте, жылдар өте, қартаяды. Бірақ арманы ана қоршаудан секіріп шығып, еркіндікке шығу. Не керек? Қартайып, кәдімгі күші кеткен кезде тағы бір попытка жасайды ғой секіруге. Сөйтіп секірген кезде ол секіріп шығып кетеді қоршаудан. Қуанады еркіндікке шыққанына. Бірақ дәл сол моментте адамдар атып өлтіреді ол Кербұғыны. Көрдіңіз бе, қандай трагедия? Қандай трагедия? Сонда қарасаңыз, кім қатыгез, кім аюан? Жануар ма, аң ба, адам ба? Осындай бізге ойлануға үлкен сұрақ қойып мүмкіндік беретін Оралханның шығармалары. Бұл бір ғана шығармасы, уақытыңыз болса оқып шығыңыз көп уақытыңызда. Достар, мен әжемін. Осы отырғанда 2 немерем бар, шүкір. Үлкенім 2 жаста, кішкентаймен 10 айға келіп қалды. Жалпы мен мына қолымда Қара қозым деген менің ән тұр. Автордың қолына жазып алған, автор Ғани деген ағай, менің ауылдасым, жерлесім. Бұл біз мектепте оқып жүргенде еститінбіз, бірақ мән бермегем. Ол кезде өзіміз жаспыз ғой, баламыз, иә. Кейін өзім ана болдым, мән берген жоқпын. Өйткені тағы да жас болдым. Менің анам көп көмектесті маған. Ал енді тіпті әннің де өзінің өмірге келетін жылы уақыты, сағаты бар екен. Әр адамның өмірге келгендей, әр ғой бір нәрсеге, ту неге болмай жатыр, неге анада, неге мында деп. Әр нәрсенің уақыты бар екен. Мен енді осы әнді айтуға әже болғаннан кейін піскен сияқтымын.
айтып берейін. Достар, мен жаңа салдым ғой, иә, 5 элементте мен 2 жыл болды деп. Менің жеткен жетістіктерім 2 жылда колоссально. Мен оны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Оның ішінде мен психологпен де жұмыс жасадым, оның алдында, иә, одан да үлкен результаттар болды. Кітап та оқыдым, өзіммен де жұмыс жасадым, бірақ 5 элементте барлық знания берілетін білім по полкам дайын тұр. Және ертең 5 август айтпақшы, богатый мозг деген болмаса 30-дан енді асқан қыз жігіттердің өзі жасы 80-де болуы мүмкін. Болмаса 80 жастағы Джейлоның мамасы сияқты энергиясы 30-35 жастағыдай болуы мүмкін. Мен де бұл нәрсені өзім басынан өткердім. Мен өзімнің жанымда, жүрегімде, ішкі әлемімде өзімді 50-ге келетін жасқа сезінбеймін. Өйткені жанда душа дейміз ғой, ода возраст жоқ. Мынау сағат, уақыт, адамның жасы 50 болды, 60 болды деген барлық сандарды ойлап тапқан адамдар, және оны бізге мамандық сияқты тағып бергенде адамдар. Рухта, жанда возраст жоқ. Күншке қарай бізде 35-тен асқанда кәрі, 45-те өлуге дайындалады. Ол аз болғандай 35-те де жаңағы айтады ғой, орда бұзбасаң 40-да қамал алмайсың дегендей. 35-інде дым жасамай, өзімен жұмыс жасамай, 45-ке келген кезде әр кетсе намаздың артына тығылады, шөкі миы болмаса да бір ақыл айтып отырады, өз деңгейінде әрине, иә. Адам қай уақытта мына миға, нейрондарына тыныштық бермей, ылғи да тіл үйрену, білім алу, оқу дегенге көңіл бөледі ғой, иә. Сол кезде ол адамның энергиясы қартаймайды. Өйткені ол даму үстінде, оның миының нейрондары жұмыс жасап тұрады. Адам қартаяды, ол табиғи құбылыс. Ең бастысы жаның қартаймау керек та. Кейбір адамның жаны қартайып кетеді. Ой, андай болыпсыз, мұндай болыпсыз ғой, кәрісің ғой, түрің не болып кеткен. Бұның барлығы мен сізге айтайын, Аллай, мынау бастан башпайына дейін, басыңнан башпайына дейінгі адамның бойындағы комплекс. Отырсаң опақ, тұрсаң сопақ қылатын, бір-бірін болмаса өзін, бұл өте жаман қасиет. Сол артық сөзге энергияңызды құртқанша дамуыңызға салсаңыз, сіздің алдыңыздағы керегестің бәрі ашыла береді. Биологиялық жас бар, және рухани жас бар. Биологиялық жас, біз өмірге келдік ба, өмірден өтеміз. Заңдылық, ақиқат, хақ ол. Ал жан ол мәңгі жасайды. Сондықтан да жанды көп қоректендіру керек та. Мысалға, біз екі аяқпенен жерде тұрмыз ғой, иә? Неге адам бір ыңғайлы сәт болса ұйқысы келеді, бір ыңғайлы сәт болса жата қалғысы келеді, ерініп тұрады. Өйткені дене біледі та, өлген кезде жерге кететін. Ал енді бір адамдар бар, мысалы абай аталарымыз сияқты, біздің ғұламалар, әулиелер бар, қаншама ғалымдар бар. Сол кісілер барлық жаңашылдықты іздеді ғой, ізденді, оқыды, талпынды. Ол адамдар қазір мәңгілікке аттары тарихта да қалды. Ол кісілер ұмытылған жоқ, өйткені олар өмір бойы дамуға өмірлерін арнаған, өмір бойы өзін іздеуден жалықпаған адамдар. Ол мәңгі халықтың есінде. Оның бірден бір себебі жанды қоректендірді. Яғни жан біледі екен, адам өлгенде көкке кететін, тән. Мына бүркіт бауырым кездесіп қалды. Мен маған ақша төлетпей бәрін төлеп тастады. Рахмет. Нұрғожа Сейтжанов, бағым сен әннің авторы, бүгін ұлын үйлендіріп, үлкен дүбірлі тойға келдік. Күшті той өтіп жатыр, үлкендіктің жолы басталып жатыр екен. Құтты болсын құда болғаныңыз. Төрден алған орныңыз құтты болсын. Өте қуаныштымыз. Құдеке бізге жұғысты болсын, құдағай болу. Иншалла.